Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрбан айт асыл дініміз исламдағы ең ұлық мерекенің бірі. Бұл күні мынандай амалдар атқарылады. Бірінші, Арапа күні ораза тұту. Арапа күнінің уақыты Зулхиджа айының 9-ы, яғни құрбан айттан бір күн бұрын. Бұл күні қажылыққа бармаған адамдар ораза ұстауы сауапты іс. Хадисте «Сияму яуми арафата инни ахтасибу алаллахи ан юкаффира ссана аллати қаблаху ва ссана аллати ба'даху». Арапа күні ораза арқылы Алла тағаладан өткен және келер жылғы күнәларды кешіруін үміт етемін делінген. Екінші, такбир ташриқ айту. Жәбірден, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, Арапа күні таң намазын оқығаннан кейін сахабаларына бұрылып: Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбару валиллахил хамд дейтін. Осылайша Арапа күнінің таң намазынан бастап соңғы ташриқ күнінің екінті намазына дейін айтатын делінген. Үшінші, айт намазын оқу. Алла тағала қасиетті Құранның Кәусар сүресі 2-ші аятында: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, фасалли ли раббика ванхар, Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал деп айтқан. Тәпсірде бұл аяттың құрбан айт намазы мен құрбан шалу турасында екендігі айтылған. Төртінші, құрбан шалу. Құрбан айтта құрбандық шалу әрбір ақыл-есі сау, жолаушы болмаған, мал дүниесі нисап мөлшеріне жететін мұсылман адам үшін уәжіп. Қасиетті Құранда: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ва ликулли умматин жа'ална منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Біз әрбір үммет үшін өздеріне берген малдардан Алланың атын атап құрбан шалуды бекіттік деп айтылған Хаш сүресінің 34-ші аятында. Құрбандық әдебіне сай құрбандық етін 3-ке бөліп, бір бөлігін мұқтаж жандарға, екінші бөлігін туған туыстарға немесе көршілерге, ал қалған бөлігін өз отбасына алып қалуына болады. Қасиетті құрбан айт құтты болсын. Алла тағала шалған құрбандығымызды, жасайтын қайырымдық амалдарымызды қабыл етсін. Амин.